Оятқышты таңғы 6:00-ге қойып, міне ертеңнен бастап ерте тұрамын деп жоспарлап, бірақ сол оятқышты таңертең өшіріп тастап жүрген кезіңіз болды ма? Жалпы қалай ерте тұруға болады? Пайдасы қандай? Бүгін сол туралы айтатын боламын. Әуелі жарым түнге дейін теледидар қарауды тоқтатыңыз. Түнге қарай даурықтыратын эмоцияларды бастан өткізбеген абзал. Теледидар қарайтын уақытыңызды алдын ала анықтап, шектеу жасап қойыңыз. Мәселе тек теледидар ғана тиісті емес, ғаламторда тамашалайтын фильмдер мен сериалдарға да қатысты. Түнде жұмыс жасауды доғарыңыз. Көптеген адамдар түнде жасаған жұмыстары анағұрлым өнімдірек болатынына сенімді. Егер сіз осындай адамдардың қатарынан болсаңыз, онда ерте тұру сіз үшін өзекті болмақ. Жарым түнге дейін ғаламторда отыруды әдетке айналдырмаңыз. Егер сіз смартфонда немесе компьютерді ұйықтар алдында пайдалануға мәжбүр болсаңыз, келесі кеңестерге назар салыңыз. Экранның жарығын азайтыңыз. Көгілдір жарықты бұғаттайтын, кәріптаспен қараңғыланған көзілдірікті пайдаланыңыз. Келесі кеңес: түстен кейін кофе ішуді доғарыңыз. Зерттеушілердің пайымдауынша, ұйқыға дейін 6 сағат бұрын тұтынылатын кофе ұйқыны 1 сағатқа дейін азайтады екен. Ұйқының бұзылуына жол бермеу үшін кофеинді таңғы уақытта тұтыныңыз. Міне осы кеңестерге құлақ асып, ұйқы кестесін реттесеңіз, денсаулығыңыз біраз жақсарады және өзіңіздің атқаратын жұмыстарыңызды ертерек аяқтайсыз. Ал сіздер ерте тұру үшін қандай амал жасап жатырсыздар? Комментарийге қалдырып кетіңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар.